Екі ғана затпен пломбир мороженен жасаймыз. Дүкендегіге қарағанда әлде қайда дәмдірек болып шығады, және де көп уақыттарыңызды да алмайды. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 33%-ық сливкимізді құямыз. Миксердің орташа жылдамдығымен қою масса болғанға дейін шамамен 10 минут көлемінде жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз көріп тұрғандарыңыздай осындай қою болады. Енді осы массамызды, сливкимізді теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне кәдімгі сгущенка, ал екінші бөлігіне вареный сгущенка қолданамын. Осы жерде айта кетейінші қыздар, негізі менің алған вареный сгущенкам өте қою болды. Шамалы сұйықтау түрін қолдануға кеңес беремін. Келесі кезекте лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз, ал вареный сгущенка қосылған бөлігін мен миксердің орташа жылдамдығымен жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте ыңғайлы осындай арнайы пакетімізге салып, балмұздаққа арналған стакандарымызға осылай құйып шығамыз. Ішіндегі артық ауасын шығарып тастап, мұздатқышқа шамамен 4 сағат көлемінде қалдырамыз. Осымен біздің балмұздақтарымыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады қыздар. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Парақшам пайдалы болса, тіркеліп алуды ұмытпаңыз.